В общем, встреча одноклассникқа сокашым шалбар киіп бара салам. Қойшы, бұсынуға келген ба? Да. Саған кішкентай болып қалған шығар. Жоқ, кеше ғана киіп көрдім, нормально. Костюмі притальный болып тұр ғой кәдімгідей. Просто сәл қарын тарту керек, и түймеленеді. Астына не кесін? Есіңде ма? Выпускнойда өзінше шпагатқа отырам деп бұтын айырып тастадың ғой? Үйден таппай қойғансың ғой, сол кезде трапка болып кеткен екен ғой. Енді астына не кисем болады? Трикон кие салайын ба? Туфлимен, ақ носкимен, еще трусисіз. Қайрат қойшы болды. Айтса беретін болсын. Встреча одноклассникқа мен бірге барасың ғой, Конечно, барам. Екеуміз бір класста оқыдық қой. Натуре. Чым мектепте? Мен саған вообще қарамаппын ғой сол кезде. Конечно, қарамайсың. Бәрінен қаламқастың артынан жүгірдіңдер ғой. Мен конкретно қаламқастың артынан жүгірген жоқпын. Ты чё, ол кезде Қайрекең от еді ғой? Қазір Қайрекең огіл болып жүр ғой. Зато мен әлі сөнген жоқпын. Сен сәл ғана жел берсең, лап ет жанан деп тұрмын ғой, так. Онда қасыңда жүріп жанып кетермін. Уайымдамас, Мау. Алло, саламатсыз ба, Кім? Сәбит? Құда сіз ба? Толпоёб, сопақчы. Қалайсың, родной? Натуре ма? Все, қашан шықтың? Все, родной, барам ғой. Сөз айбал, давай. Прикинь, сопақ пәткен ол сәйім. Қалай сонда? Түрмеден шықты. Қай сопақ ана, домалық сопақ ба? Кәдімгі қабақ біздің класстасымыз ше. Оған 4 жыл бар ғой әлі. Дұрыс қой. Встреча одноклассникқа сұранып келген ғой. Онда, бола ма не олай? Конечно. Онда Жекичанға да айтайық та? Қай Жекичан? Шолпан мен парталасым ше. Қалжың айтам. Удомен шыққан ғой, сопақ шыққан. Бәсе. Ладно. Мен сопаққа барып айтайын, түсінесің ғой? Жат болады ата. Жарайды. Сәлем айтайын менен. Бірақ Қайрат, андақ трикомен келетін болсын, мен сен бармайым. Сосын, не анау шашын өсіп кеткен алшы? Айгүл, запомни одну фразу. Все будет, но не сразу. А так шалбара нет, зато с любым по разу. Ай, бай! Атаналет, айуана, айтпайтын бәлен жоқ, Твори добро, всем непорядочным назло. С миром живи, любимую люби огонь. Сегодня нам всем повезло, потому как стучит бит радуга. Пусть окружает нас, наши дети как солнце сияют над нами откровенно. Мы желаем всем добра, давайте друг другу всегда говорить. Ай, молодец, молодец. Короче, біреуісінің басынан бутылкамен тақ, екіншісінің оң қолмен шапалақпен шапатақ, үшіншісін ұрайын деп атқан кезде присел болт деп назад кетті ғой, короче, достың ше конкретно очканулся бар ғой. На ровном месте хатан смотрящий өткенсің ғой. Сен де алып камераға бутылкын қалай өткізіп алып жүрсің? Хуй его знает. Біреу көтіне тық берген шығар. Ижо қалай шықтың сосын? Қалай шыққанда Туча мен Қайра кеп, анау терпиларымен келісіп шығарып алды ғой, короче. База жоқ, дос деген осындай болу керек. Достарыма база жоқ, достойны. Бірақ бажухамдікі недостойны болып қалды. Наху маған паленый PlayStation тығып жібергенсің, қуасың ба? Сен сігесің, енді мен білді дейсің бол, паленый PlayStation екен, базарда коммерсанттардан алған жоқ. И потом мен дал өтпеспін ғой, өз бажухымды подставлять істедім. Не ауырып қалғансың ба, не дәрі анау? Антигриппин. Естіген жоқсың ба, не ауылда свиной грипп жүр дейтін. Иммунитетке жақсы ма, көр. Кстати, бля, біздің ана Тучада свиной грипп дей ма, бір карантин дей ма, бір нәрсе дейді ғой, ма? Сен бөле, мә, көр. Жоқ, біз иммунитет, денсаулық деген ұрып тұр ғой, қарасы, денені қарасы. База жоқ, мен бажухым амбал ғой. Холик күнде азандан кешкен тренировканы. И чё енді ана, ақшаны не істейміз енді? Ақшаны істегенде қазір бір движение бар. Вот скоро поставят и қойып берем саған сразу. Қойып береді болғанда уақыт жоқ конкретно. Анау PlayStation берген адамдардан ақшаны шығарып алайық, оның үстіне Тучаның документі жатыр, ана жерде ят болды, обратно қайтарып беру керек. Енді ол коммерсанттардан біздер қалай шығарамыз, сендер на ровном месте оларды ұрып жіберді, біз қаладан шығарып жіберген жоқ? Ай, бля, ал кафеде ма? Сол. Мына что-то, мына свиной гриппің бар ғой, мен натуре апатиян сияқтымын. Көрейікші осыны. Бляшым. Жоқ, көрмеймін.
Алло. Қазір күтесің. Че там, кім? Қатын звондап жатыр, машинам керек дейді, апарып тастау керек. Тещамен бір жерге барып келемін деймін. Че, барасың ба? Пиздун нахуй, бармаймын ха. Мен Сопақтың үйінің жанынан қалдырып кетсем. Давай, кет онда. Так, мүмкін, да? 6-2. Бә, келмейді мұны. 6, 12. Кім ол? Жоқ, кірер. Точно жоқ па, Сопақ? Өзің сияқты дәу итің бар еді ғой. Оған абасына бәтет, басына сип қораға бірақ қамап тастағасың. А че не болып қалды? Қауып, прикинь, қараш. Походу сені танымай қалған ғой. Главное, рандойларын танымай қалмасы болды. Денсаулық қалай? Ей, кетші бар, не істеп жатсың ба? Ар жаққа кіріп, задний приводный болып кеткенсің ба, Сопақ? Құмашы саңып кеттік қой, бауырым. Қабзында отыр, қалай жүрді? Жақсы шүкір, отыр жүр. Че там, не жаңалық болып отыр? Сол баяқшы, келдік әйті. Кім бар еді? Струха жұмыста редактор санаторияға кеткен демалуға. Мен 3 жыл демалдым, енді оларды демалсын да. Шай ішесің ба? Алып келсейін, не ағылып? Қазір алып шығам тұратыр. Тиіспе, ойнап отырық қой. Өзіңмен өзің ойнап отырсың ба, далбичный. Какая ты разница? Сопақ, блядь. Ассалаумағалейкум, роднойлар, қалайсыңдар? Жағдайларың қалай, денсаулықтарың қалай? Олай болса, осы айдың ішінде бізден сіздерге керемет конкурстар болайын деп жатыр. Ол конкурстар шынайы әрі әділетті болмақ. Я, сол себепті біздің конкурсқа қатысыңдар, ал ең басы активно лайктарың мен комментарияларыңды бізден аямаңдар, жарайды ма? Одан кейін YouTube каналымызға тіркелуді де ұмытпаңдар. Олай болса, конкурста кездескенше, сәттілік. Чао! Әне ашты ма, шифер қойған келгесін ба, дал өтіна? Бізден сөйтіп ішеміз ренжіме. Че там ауылда не жаңалық, мамкілер қалай, бір очка қалай, көрмеген от болу? Мен бір очкам айтесің. Сен өзің бір очкам көрмегел біраз болған шығар. Ой, далбан кетші бар. Че жігіттер қалай, Туча, жеңістер қалай? Жеңіс қазір келеді, жаңа хабарласқан ба? Сен айтпаш, Тучаны естімедің бе не? Че не болды? Қалада карантинде жатыр ғой. Ну не болсын ол? Подозрение на свиной грипп. О, мал екен ғой, сондай шошқан етін жеп жүрмін ана ғой. А че сен жемейсің бе не? Жейм. Сен мал екенсің ғой, Сопақ, бля. И че карантиннен қашан шығады екен? Хуй его знает. Хуем не те, что ли? Ой, бля, не болды, жаргонмен сөйлеп, бля. А так по фене ботаем, нигде не работаем. С блатным по блатному, с людьми по людскому. Сопақ. И зовут лошадей. Ой, заебал, бля. Заебу, коня родишь, в лес убежишь, понятно? Когда хлеба свои открываешь, базар свой фильтруй, это не какая-то шпана, которая под забором двигается, а так өзіміздің жібермейтін жігіттеріміз. Сопақ, амық шығарам қазір, түсінің бе? Сопақ! Сопақ! Итің байлаулы ма? Жоқ па итің? Бір дәу итің бар еді ғой, адам зәресін алатын ше, Как ол ит жоқ же? Ой, долбоёб, бля! Мир твоему дому, всему нашинскому ходу, кричать духом, брат, фарту пацанского и Масе козырной. Здорово, родной, салам алейкум, қош келдің. Рад тебя видеть. Не болды, 2 сағат обезьянкте отырып еді, қадақтан ұстап сайбал. А так сол 2 сағаттың ішінде смотрящий болып кеткенсің ғой, атақта. Қош, серьезно түсінбай, что, обезьянский қарадың ба не? А что, с какой целью спрашиваешь? Спрашивать дохуя делов, я интересуюсь. Ты блядский с людским не путай, понятно? 2 сағат обезьянкте отырып не понятно нахапался, что ли? Сопақ?
Ты чё, охуел, что ли? Родной. Чё там татуировкаларын көрсетші? Случайно көтіңге кочегарлардың суретін салған жасың ба? Кетіп нахуй қуасың ба? Родной, Чай ішеміз. Чё там, Короче, солай. Базар жоқ, сопақ. А так чеферің ше, чёткий екені, родной, от души. Айбал шықшы образдан біле кіріп алып. Не базар, дай кайфануть, а? Короче, жиге айтпақшы, мынау сендерге басяцкий подгон. Серьезно ма? Өзім істедім. Мынау наннан жасалған ба не? Иә, Аржанайдан. Ну, саған, короче. О, от души, от души. Бөбе, кән, тұршы, бешті. Сонда маған келгенде қарның ашып кеткен сияқты ғой. Рахмет, аттак чёткий екенде. От души. Не болды, шашың маймылдардық сияқты өсіп кетіпті ғой. Көтің қыши сен нахуй. Не, менде машина көресші, алып берейін ба? Аласың ба? А че сомнениең бар ма не? Бля, сопақ именно мусордың жанына келіп алу керек мен шашты нахуй. Ан жерден шашыңды өзің жинайсың ба содан кейін? Отыр. Почта аласың ба? Ой, алам деймін, алып жүріп қой, отыршы бұл. Сопақ, мен бір очкамды шашынап берші. Давай, чақырсай. Аттак біздікі дайын тұр ғой, чё там? Кетен нахуй қуасың. Прикол. Тұра тұршы, мына точно шаш алатын мәшіне ма? Жүнің бірқіп жүрген жоқсың ба? Қай жерін жүнін аламын, сеструхандасын да алады. Кетейін ма? Қаздай, болды қойшы. Отыр сен жылай бермей, бош десін. Нормально ал, короче, сопақ тыңдап ал, тұра тұршы, Зайбол. Тыңдап алма. Табакан покороче аласың, дұрыс па? И үстіне келген кезде үстіне... Долбоёб, сопақ, не прическа мына нахуй қуасың ма нахуй? Брат, ренжіме бізде зонада тек қана бірақ прическа. Бля, сопақ, сука. Сука, мен, блядь, встреча одноклассникқа тақырбас болып барам мен да нахуй. Сен тақырбас емес, қотақбас болып барасың. Кетші нахуй, шак, сука, бля, мал нахуй. Бля, сука. Бля, былай істесем палеу болып қалады, сука, нахуй. Мынаны алып тастай еді тақырбас нахуй. Че, брат, жұқыр жүрген машинка. Долбоёб, сопақ, сука, көтіңді айрам, алып тастай мынаны бәрін нахуй, долбоёб нахуй. Не білесіз, алып тастай бол нахуй. Все, отыра енді. Долбоёб, сука, бля. Қайрат молодец, Кайра молодец, ай молодец, Кайра молодец, молодец, Кайра молодец, чина Бля, сопақ нахуй. Конкретно айт нахуй, нормально ма, нормально емес па нахуй. Мен саған отвечаю, нормально деп тұрмын, күшті мұны, жазда вообще кайф кетеді мынандай прическамыз. Бля, осыдан адамдар көріп күлетін болсыншы, көтіңді айрам сен нахуй, сопақ. Күлмейді. Бері қараш, нормально ма, қараш, уродқа ұстап тұрған жоқпын ба? Сен, в принципе, шашың болса да уродсың ма? Нормально сұрап отыр. Нормально, заживет. Чё ты, блин? Берші андағын, чеш. Не, берші на. Мен саған басқа кепке берем. Кепкі ма? А че Точно ма? Ағаға берем. Походу, сеструха келді. Опа, кім ол? Бля, кепкі берші, зәу ят қой, кәз қалай барым нахуй. Баш, тышқын. Красавчик. Тақырбастар жинап қапсыңдар ғой. Қалайсың, Сәуле, бір әшкенің шығуымен құтты болсын. Рахмет. Жаным су. Қалайсың? Жақсы, тамақ жікті. Мороженое? Қойшы, шоколадный бар ма? Берші. Аттақ-та бар ғой. 3 жыл болды мороженое жемелі, как раз жақсы болды. Жаным су, жей ғой. Әйтпесе жаман артта кетіпсің, қазір мен саған тамақ пісіріп беремін. Тестесеш тамағың. Мороженое, дәмді екен, Кайра, сен қандай шоколадный ма? Берші, бір жалайыншы. Берші. Менікі жалайсың ба? Менікі фисташка? Жақ. Не ғой қарат? Сен единорог дейтін жануар білесің ба? Что за хуйня? Білесің? Не? Долбоёб, бля, сопақ, сука, не істедің нахуй? Лысая башка, дай пирожка. Бар, кетші. Заебался, сука, топақ нахуй. Бля. Опа. Жөнім үшін.
сопақ единорогың жоқ егет тоқсен бар ғой. Мынау ма? Қайрат молодец, Кайра молодец, ай молодец, Кайра молодец, 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 Кайра молодчина, чина дэнс. Сопақ не болды қатын құсап ренжіп обижаться етіп біле. На обиженного воду возят атақты. Жаргондарыңды бар ғой, көтіңе тық қойшы сопақ біле, немене қайта-қайтана. Мағым-та? О, Туча. Алло, Туча, родной, қалайсың, жағдай қалай, денсаулық қалай? Жоғы, ұмытқан жоқпыз, беріп жібереміз документін. Не болды сонша ма, ё-мо? Шыда, береги себе. Давай. Бля. Не дейді Туча? Бля, Тучаның документтерін беріп жіберіп, не істейміз қалаған? А че оның документтер қайда? Өткенде документін залогқа қойып, короче, подряд товар алғанбыз ғой. Короче, там бетке жағатын крем, омоблажающий бір бәлелер, короче, косметика ғой. Сол косметикалар қайда енді? Анау Жеңістің терпиласына беріп шығарып алдық қой, блядь. Жеңіс, сука. Бля, не істейміз, бля, ақша жоқ. Ақша бар ма сенде? Қуасымды қайда ақша? Ё-майо. Че там? Участковыға барып отметка істеуді ұмыт кеттім. Бля, сопақ қоя тұршы сол отмечать еттің. Сосын кейін отмечать етесің. Давай анау документін беріп жіберейікші. Че там, Че там не істейтін болдық? Ебать, Жеңіс, бетіңе не болған? Сонымен бетіңе не болған? А че, бетіме не болды? Қып-қызыл маймылдың көті сияқты болып тұрған. Да, ну нафиг, серьезно ма не? Отвечай. Ё-моё. Свиной грипп болуы мүмкін бұл. Тұратшы анда, не анда? Антигриппен ғой. Против свиного гриппа ғой. И че, қаншауын жедің анда? Көп емес, где-то бір 23 күн. Далбойып, мал екенсің ғой, блядь, аллергия ғой таза анда. Қойш. Мал. Бля, анан документін қалай аламыз, а? Бля, теңге керек қой. Сен бажухаңмен сөйлестің ба, теңге жайында? Бағана кездескем. Ода бәрі бір ақша жоқ. Бля, не істейміз нақы? Қайрат, Че там? короче, менде бір идея бар. Сәлеметсіз бе? Саламатсыз ба? Уағалейкум. Марк деген сіз боласыз ба? Иә, мен. Сіздер кімсіз? Менің есімім Марат болады, мен мына жігіттердің адвокаты боламын. Бір сұрақпен келген еді сізге. Қандай мәселемен? Мәселе болғанда былай, мына жігіттер сіздің продукцияңызды қолданып, косметикаңызды. Қарасаңыз міне, косметикаңыздан сіздің шампуньнан шаш түсіп қалған. Мына жігіттің бетіне қарасаңыз кремнен аллергия шығып кеткен. Үшінші жігіт тіпті ауыр халде қалада больницада жатыр. Қандай кісі? Төлеген деген кісі сіздің продукцияңызды алған, соның документін қайтарып бересіз бе, құжаттарын? Керек еді. Төлеген? Иә. Ол ақшаны төлемеген. Құжаттары бәрі менде. Маған бәрі 42.500 алып келесіңдер, сосын құжаттарды алып кетесіңдер. Сонда сіз өзіңіздің ескіріп кеткен продукцияңыз үшін 42.500 теңге сұрап тұрсыз ба? Ол хуйня ғой қазір. Ондай ақша қазір бәрінде бар 42.500. Мен басымды қатырмаңдар. Мынау, нихуево жұдырықты көрдіңдер ғой, я? Апперкотпен пиздес кетеді. Кетіңдер болды. Базар жоқ, пиздес кетеді. Енді сіз сонда ескіріп кеткен продукцияңыз үшін 42.500 сұрап тұрсыз, ондай ақша ешкімде жоқ қой, мысалы мен клиенттерімде жоқ. Маған похуй. Былай істейік, қараңыз, егер де сіздің ескіріп кеткен продукцияңыз мына жігіттердің қанынан шығатын болса, экспертиза бойынша, онда сізге 3 жылдан 5 жылға дейін бас бостандығыңыздан айырыласыз. Пожалуйста. Маған похуй, не істесеңдер де ғой, мен сендерге айттым, болды, кетіңдер. Сәбит! Бер кел! Әне, как раз участковыйдың өзі келді. Онда сіздер участкеге барып заявление жаза беріңіздер. Ал сіз болсаңыз, соттан хаттама күттіңіз. Рахмет. Болды, біз жүре берейік онда. Тоқтай тұрыңдар. Ау? Тоқтай тұрыңдар, енді бір нәрсе қылып шешейік та бұл мәселені. Онда битіңіз. Жәнегі Төлеген деген жігіттің құжатын бізге қайтарып беріңіз, одан кейін моральный ущерб төлеңіз. Қанша? Хуйнақ жоқ, 42.500. Каждому. Жігіттер болмайды ғой ол. Бір келісімге келейік та. Басқалай шешілмейді. Тек қана солай. 42.500 каждому.
Жарайды, ладно. Бұл мәселені шешеміз ғой. Керемет, сізбен жұмыс істеген өте тиімді екен. Рахмет, сау болыңыз. Ассалаумағалейкум, қаш. Уағалейкум. Қайда жүрсіңдер? Сан. Бетіңе не болған? Аллергия ғой просто. Арбар шынақы, блядь. Чесотқа ма не аллергия маңда? Аллергия просто. Неші, нешеде келдің? 12-де. 12-де қазір неше болды, блядь? 12-ден кетіп. Мен сен, блядь, күні бойы жүрмін ғой ауылдан іздеп, блядь. Я тебе сказал же, до обеда приходить отмечаться каждый день. Все, без проблем. Без Сен нервов. жатасың, если қайтарып жіберемін нахуй зонаға. Все, начальник, без нервов. Как-никак на правильный путь стоим. Жұмыс іздеп дегенде міне кәсіби шалбар киіп кішкене тірлік. Жұмыс сенде ғана ғой деп пең? Маған уже 1 сағат болды қалаға бару керек уже. Да? Қалаға баратсың ба, братан? Братан, Тучаға бір документ беріп жіберу керек еді. Ала кетші, өтініш. Пожалуйста. И сендер, блядь, пиздеш шығарсыңдар. Мен не сендерге, блядь, почтальонмын ба? Жүрген сол документтерін тасып нахуй. Охренели совсем. Не болды, братан, находына кейін береміз ғой конкретно. Қанша? Қанша болғанда? 20 литр? 20 литрді бар, таксистіңе бер, блядь. Сол апарып берсіңдер. Ладно, жарайды. Ладно. Қайрат. Мә, салшы. Тучаға бересің болды ғой, братан? Болды, баршы. Все, ертең 12-де, аха. Нема, брат, күрчік көтермесіңдер ма? Ампулда! Мен емес, братан. Красавчик, молодец, сопақ, молодец екен. Молодец, красавчик. 42.500 деген заебись кетті, как раз ақша жоқ кезден. Сопағы, осындай движенияларды қайдан үйреніп алғансың? Ар жақта просто достойный жігіттермен отырдық қой. Арлан, тигр, слон дейтінші. Немене өлі, зоопаркта отқасың ба, Кеттіңдерші. Жігіттер айтпақшы, былай істейікші. Мен Айгүлге предложение жасайын деп отырмын. На днях барып, қалаға барып, кольцо сатып алып келейікші, ауылда жоқ қой, зай. Болды ғой, смело. Онда қалаға барып, достойныйын алайық та. Там, если что, ақша жетпей жатса, сопақ екеуміз үстінен қосып жібереміз. Хули ақша деген, дохуя ғой. Красавчик, абдушер, Стыпча ғой. Бірақ ше, оның бәрі фигня. Мына беттен істейміз. Мы шығып кетті ғой. Давай ски. Мало кесіңдер ғой. Кетпеге, бля. Давай, ертең. Давай, сейчас. Сапақ қоп тұрсыңдар ма? Алмай кейде мен сені қаламын, өшір алмай сені төбімнен санамның баламын. Мен әлі барлығын түсінбейтін, көз алдымнан кетпей қойды сенің солу сол бір кейпің. Түсін алмай кейде мен сені қаламын, өшір алмай сені төбімнен санамның қаламын. Мен осы маған ғана керек бә деп ұрысып қалсақ жанамын, мен ғана тепшіп дерлеп. Кетші әргет қарағым, бағындыра алмай мен сені өз-өзіме барамын. Ағашсың қайысқан бір майыспайтын сабағың, қалай ғана сен өзіңді менен жоғары санадың. Кетші әргет қарағым, бағындыра алмай мен сені өз-өзіме барамын.